Крым көпіріндегі жарылыстан кейін Ресей Украинаның астанасын зымыран соққысының астына алды. Бүгін 10 қазанда Украина астанасы Киев қаласында бірнеше жарылыс болды. Жарылыс қаланың әр өңірінде жалғасып жатыр. Зымыран соққысының Киевтен бөлек Львовта, Тернопольде, Житомир облысында, Днепрде, Ровно облысында және Харьковте болып жатқаны айтылды. ДВ басылымы ресми дереккөздерге сүйеніп жазған ақпаратына сүйенсек, 10 қазанда таңертең Киевте кемі 2 жарылыс болды. Қаза тапқандар бар. Львов пен Тернопольде кейбір аудандарда электр қуатының жоғалғаны атап өтілді. Украиналық бұқаралық ақпарат құралдары Киевте 5-ке жуық жарылыс болғанын жазды. Алайда куәгерлердің айтуынша жарылыстар жалғасып жатыр. Киевте қызыл метро желісіне пойыздар қозғалысы тоқталды. Барлық метро станциялары бомбадан қорғаныс аймағы ретінде жұмыс істейді. ДВ таратқан мәліметке қарағанда, Украина ішкі істер министрі кеңесшісі Ростислав Смирнов Киевтің Шевченковск ауданындағы жарылыстан 8 адам қаза тауып, 24 бейбіт адам жараланғанын хабарланған. Болып жатқан жағдайға байланысты Украина президенті Владимир Зеленский халқына үндеу жасады. Украинаның барлық аумағында әуе шабуылы азаймай тұр. Зымыран соққылар бар. Өкінішке орай жараланғандар мен қаза тапқандар бар. Үлкен өтініш, қауіпсіз жерден шықпаңыздар. Өздеріңіз бен туыстарыңызды қорғаңыздар, дейді ол. Өткен сенбі 8 қазанда Ресей Украинадан 2014 жылы аннексиялап алған Қырым түбегін Ресеймен жалғайтын көпір жарылып, бірнеше бетон жолы қираған. Бұған дейін Ресей билігі Қырым көпіріне шабуыл жасалса жауап ауыр болатынын бірнеше рет ескерткен болатын.